Қарағандыда доңыз тұмауын жұқтырған 4 жас өспірім тиісті ем-домын алып үйлеріне шығарылды. Қазіргі жағдайлары бір қалыпты, еш қауіп жоқ дейді облыстың бас санитар дәрігері. H1N1 деп аталатын қауіпті вирусты жұқтырғандардың барлығы 14 жасқа дейінгі балалар. Қарағанды, Жезқазған, Саран және Шахтинск қалаларында бір адамнан тіркелген. Абырой болғанда өздерін жайсыз сезінген науқастар бірден ауруханаға барып, індеттің жайылуына жол берілмеді. Сондықтан дене қызуы көтеріліп, ағза әлсіреп, құрғақ жөтел пайда болса, асқындырып алмай бірден дәрігерге қаралған жөн дейді мамандар. Облыстың бас санитар дәрігері ақпан айының басында тұмаудың өрши түсетінін айтады. Бұның ауыр түрлері де бар. Олар адамның өміріне қауіпті. Бірақ біз енді дәрігерлер, медицина қызметкерлері онда қауіпті түріне, асқынуына өткізбеуін қадағалаймыз. Сол үшін жұмыс жасап отырмыз. Қарағанды облысында 4 жағдай болып тұр. Оның 3-еуі осы біздің облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында болған. Ол науқастардың барлығы толығымен жазылып, үйлеріне кетті.